Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымызда осы құрғақ жөтелге арналған табиғи жолмен жасалған сироптың жасалу жолын көрсететін боламын. Өте оңай жасалынады және бұл сиропты біз құрғақ жөтелге, яғни қақырық бөле алмайтын жөтелге арналған сиропты жасаймыз. Бізге керегі үлкен бас пияз керек, оны осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сонда пиязымыздың сөлі жақсы шығатын болады. Мен азғантай ғана бір күн қабылдағанға ғана жететіндей етіп аз жасадым. Егерде сіздер 2 күнге арналған етіп жасасаңыздар, 2 бас үлкен пияз алыңыздар және 3 бас сарымсақ. Оны да үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін араластырмаймыз. Енді осының үстіне табиғи бал құятын боламыз. 2-3 үлкен қасық құйсаңыздар болады. Пиязымыздың бетін толықтай жауып тұру керек және балымыз міндетті түрде сұйық болуы керек. Егерде сізде қою, осындай менікі сияқты қою бал болатын болса, оны кішкене ыстық суға салып, кішкене ертіп алыңыздар, сонда жақсы құйылатын болады. Балымыз міндетті түрде сұйық болу керек, сонда пияз бен сарымсақтың сөлі жақсы шығатын болады. Балды пияздың бетіне толықтай құйғаннан кейін бетін жауып, бөлме температурасында 5-6 сағатқа немесе 1 түнге қойсаңыздар болады. Мен 5-6 сағат қана қойдым, соның өзінде осындай жақсы сөлі шығатын болады. Бізге керегі осы сөлі, осыны енді сүзгіштен өткізіп, ыңғайлы ыдысымызға құйып алуымыз керек. Және бұл сиропты біз холодильникте 1-2 күн ғана қолдана аламыз, одан артық қолдануға, ұстауға болмайды. Сондықтан аз мөлшерде ғана жасап, күнделікті жасап отырсаңыз болады. Және қолданардың алдына бөлме температурасына шығарып қойып, жылытып барып ішкендеріңіз дұрыс. Кіші балаларға кіші қасықпен 2-3 рет, үлкен ересек адамдарға үлкен қасықпен 3-4 рет ішуге болады. Және сіз алдымен балға аллергияңыз жоқ па, соны біліп алуыңыз керек. Және сақталуы 1-2 күн қана, және алдымен кішкентай қасықпен, кіші қасықпен ғана қолданып бақылап көріңіздер. Егерде жақсы жағып жатса, ары қарай қабылдауларыңызға болады.